Құрметті тыңдармандар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Серік оқуға түскен жылы жүрек талмасынан әкесі қайтты. Шешесі бұл ес біліп қалған шағында дүние салған. Жалғыз бауырмен тағдырдың тәлкегіне түскен Серік өзін қалың қар астында жалаңаяқ қалғандай сезінді. Омбы қар құрсауынан жанталасып шыға алмайды. Жан ұшырып әлдебір таңғажайып құдіреттен көмек күтеді. Інісі интернатта, өзі жатақханада. Бір кездері сәби күлкісі мен жұбайлардың бақытты үні естілген қала шетіндегі 4 бөлмелі үйлері бұл күнде өңі кетіп ескіріп қалған. Қаңырап тұр. Ішіне кірсең, даңғарадай 4 бөлмеде даусың жаңғырады. Тау ішіндегі жаңғырық тәрізді. Кілемде, қабырға да орнында. Бірақ шаң басқан. Үйде тұратын тірі жан жоқ. Тым құрыса пәтер ретінде жалға берейін деп ойлаған. Серік бұл ойынан тез айнады. Анасы мен әкесінің иісі сіңген төсекті бөтен біреудің иеленгенін қаламады. Анасы ұстаған заттарға басқаның қолы тимесе екен деді. Сүртілмеген шаң-шаң терезенің беріктігін сыртынан бір тексерген Серік есікке салынған қара құлыпты қайтадан тас қылып бекітті. Әкесі: балам, бар болашағың білімде, оқу, қолыңа күректей диплом алсаң аш қалмайсың деп Серікті жастайынан білім мен спортқа баулыды. Мектепте ағылшын тілінен олимпиадаға қатысып, бірінші орын алып келгенде марқұм әкесі көз жасы жасаурап Серікті құшақтай алған. Таңертең 2 ұлын жаттығу істететін. Содан ба 2 ұлы да сымбатты болып өсіп келеді. Өзі өмір бойы күзетте істеді. Азын-аулақ айлығына 2 баласын жетілдіруді ойлайтын Серік үй жұмысына да, сырт жұмысына да бірдей пысық болып ержетті. Енді қызығымды көрсетемін бе дегенде әкесі мезгілсіз дүниеден өтіп кетті. Жұмыста жүрген кезінде жүрегі тоқтап құлап түсіпті. Сол құлағынан тұрмаған. Бір рет болсын әкесінің жүрегім ауырады деген естімепті. Бәлкім өзі де жүрегінің ауыратынына мән бермей жүре берді ме, кім білсін. Әкесі небәрі 41 жаста болатын. Соңғы сөзін де айтып үлгермей демі таусылыпты. Серік сол күннен бастап күрт есейді. Артынан ерген өзінен 6 жас кіші інісі Беріктің бар сүйенері өзі екенін түсінді. Бүгінде Берікке азық-түлік алып келе жатыр. Интернатта 5 мезгіл тамақ берсе де, Беріктің қарны ашып қалар деп, апта сайын інісіне азық-түлік әкеліп тастайды. Кейде сабақтан тыс уақытта ағылшын тілінен репетитор болып тапқан ақшасын жинап асханаға барып бірінші кезекте қарындарын тойдырды. Беріктің интернаты жылы, іші жарық, сабақты да жақсы оқытады. Серік інісін көріп, көзі тойып мауқы басылған соң жатақханасына қарай аяңдады. Жатақханада 4 бала болып бірге тұрады. Серік оқуымды бітіріп диплом алуым керек деген оймен күні-түні сабақ оқиды. Арасында репетитор болып ағылшын тілінен кішкентай балаларға сабақ береді. Інісінен келіп жатақханада көз шырымын алайын деп жастыққа басын қойғанда ұялы телефоны шыр етті. Алло? Серік телефонды еріне құлағына тақады. Алло, Серік Бекенұлы. Я, мен сізді интернет арқылы тауып хабарласып тұрмын. Атым Ақмарал. Ағылшын тілінен сізден сабақ алайын деп едім. Орын бар ма? Сабағыңыз қанша тұрады? Жоқ, мен жеке үйге барып оқытамын. Әзірге кеңсем жоқ. Тіпті жақсы, сағатына 6000 берейін. Үйге келіп оқытып кетіңізші. Ертеңнен бастасақ бола ма? Кешкі 6-дан 7-ге дейін. Жарайды, мекен жайыңызды хабарлама түрінде жазып жіберіңіз. Серік қапелімде сасқалақтап қалды. Кішкентай балаларға ғана сабақ беріп көріпті, ал қыз балаға. Бұл оның тәжірибесінде болған емес. Сонда да тәуекелге бел буды. Ертесіне Серік хабарлама арқылы келген мекен жайды жаяу жүріп әрең тапты.
Кілең зәулім үйлердің арасында топ ете түсіп, адамдар қалай бай тұрады деп таңғалып келе жатып, 71-ші үйге де жетті. Хан сарайындай биік үй екен. Мәссаған, ішінде қанша адам тұрады екен, кімнің үйі? Деген ой бірінен кейін бірі көз ілеспес жылдамдықпен зымырап миына қонақтап жатыр. Именіп сыртқы қоңырауды сұқ саусағымен басты. Қоңыраудың жоғарғы жағында қызыл тетігі жанып өшіп камера тұр. Дәуде болса бір төкейдің қызы-ау. Я, бұл кім? Қоңыраудан қыздың биязы даусы шықты. Бұл Серік Бекенұлы, ағылшын тілінің репетиторы. Есік ашық, кіре беріңіз. Ауыр есік сырт етіп ашылды. Серік құдды ертегі әлеміне тап болғандай жан-жағына аңтарыла қарады. Үйдің ауласы жұтынып тұр. Мұнтаздай таза, салтанатты. Демалып отыратын сәкі күнге шағылысып жалт-жұлт етеді. Құдды алтыннан жасалғандай. Мынандай шыршаларды өмірінде тірідей көрмепті. Түрі де, тұрпаты да басқа. Серіктің жүрегі тарсылдап, зәулім сарайдың есігінен баспалдақпен жайлап көтерілді. Неткен әдемі үй. Есікті ашқан бойжеткенді көрген Серік қалшиып бір орында тұрып қалды. О, тоба, қор қызы дерсің, үріп ауызға салғандай. Тұла бойында бір мін жоқ. Ақ құба келген, қара көзді, бұйра шашты, қиылған қасты, мінсіз мүсінді, мұндай сұлудың көрген көзде арман жоқ шығар. О, Құдайым! Серіктің тілі байланып қалғандай. Бойжеткен аппақ тісін көрсетіп күлім қақты. Кіріңіз, Серік Бекенұлы. Ары қарай не болғаны Серіктің есінде жоқ. Сұлудың әр қимылына сұқтанып қарай бергенін біледі. Не айтты, не қойды, не үйретті. Соңында Ақмарал, Серік Бекенұлы, сіздің сабағыңыз маған ұнады. Ертеңде келе аласыз ба? Деп бұны есікке дейін шығарып салды. Алған әсерінен әлі де арыла алмай аяңдап келеді. Бұндай сұлудың көз қиығы өзін жанай өткеннің өзі үлкен бақыт екен. Серіктің бойын қуаныш кернеді. Шіркін әйелім болса. Осы ой сумаң еткені сол. Серік өз-өзінен шошып, басын ұрғылады. Ей, ақмақ, сен оның теңі емессің, дейді ішкі даусы. Бұл туралы ойлама, әкесі бірақ күнде жер бетінен жойып жіберер сені. Есіне інісі түсті. Сол бойда тарыдай шашылған ойын жиып алды. Дұрыс жүрмесе, кесірі інісіне де тиерін бұл жақсы түсінді. Ертеңіне сол бір хан сарайындай зәулім үйге тағы барды. Бойы кешегідей емес, үйреніп қалыпты. Ақмаралдың көркінен көз алу мүмкін емес. Қойы ұзын кірпігін қағып жіберіп, сабағына бар ынтасымен кіріскені қызық. Уыздай уылжып тұр шіркін. Әр қимылы өзіне жарасынды. Сәбидей бұртиып қалатыны да бар екен. Жанарына түйісіп қалса, аузындағы сөзінен шатасып тұтығады. Бұндай сұлу жанарға күмп беріп түсіп кетсең де арман жоқ қой. Ақ білегімен толқындай бұйра шашын артына сілкіп жібергенде Серік ішінен ах дейді. Серік те ұзын бойлы сымбатты келіскен өңді жігіт. Екеуін қатар қойса, бір-біріне жарасып ақ кетер еді. Әттең бұл Ақмаралдың жанынан табылуға лайық емес. Табысып жатқан дәулетті сүйенер әкесі, қамқоршы анасы жоқ, жалаңаяқ студент қана. Серіктің бұл үйге келіп жүргеніне бір айдан асты, күнде емес, аптасына 3 рет келеді. Өзінше сән салонына барып, азын-аулақ ақшасына шашын сәндетті. Өзіне жақсы киімдер ала бастады. Бұны көрген інісі, ағатай, ғашық болып қалғаннан саумысың, деп қулана күлген. Әй, батыр, қайдағы жоқты айтпа, деп інісінің басынан бір шертті. Бүгін Ақмаралға баратын күн. Сәнденіп, таранып, үстіне иіс суын сеуіп, көз таныс болып қалған көшемен жүріп, Ақмаралдың үйіне жетті. Бүгін Ақмаралын көреді, иісін сезеді. Ерекше құлпырып кетіпсің.
Берік бұл сөздің аузынан қалай ытқып шыққанын аңғармай қалды. Сасқалақтап, бекер айттым-ау деп бармағын тістеді. Ақмарал құлағына дейін қызарып төмен қарады. Үндеген жоқ, жылы жымиды. Бұл жымиыс Серіктің жүрегіне майдай жақты. Ақмарал, менімен бірге көшеге шықсаң қайтеді. Анау тұсқа дейін бірге барайық, сосын мен сені қайтып әкеліп тастаймын қақпаға дейін деді. Серік сабақ біткен соң, неге, не үшін деді Ақмарал. Жай, бүгін күн сондай тамаша. Жарайды, жемпірімді алайын. Серік қуаныштан жарылып кете жаздады. Екеуі аяңдап келеді. Ақмарал, ағылшын тілің жақсарды ма, қалай ойлайсың? Я, мәтін құрап сөйлей алатын болдым. Байқаған шығарсың. Әрине, сен сабақты бірден ұғып алатын елгезек екенсің. Бүгін соңғы сабақ қой, білесің бе? Не? Серіктің іші қылп етті. Соңғы сабақ деп ойламапты. Қалайша оны ойламаған? Ақмаралын соңғы рет көріп тұрма сонда? Ақмарал, саған хабарласып тұрсам бола ма? Әрине, бірақ мен үйден көп шыға алмаймын. Әкем қатал. Білесің бе, сосын жақында Америкаға кетуім керек. О, Америка деген тамаша ғой. Серік өзі атын естісе де, затын көзбен көрмеген алып елді ойша шарлап кетті. Бірақ Ақмаралы Америкаға кетсе, бұның халі не болмақ? Парша-парша болатын жұдырықтай жүрегін ойлады. Жатақханаға келіп, таңның тез атуын тіледі. Ертең болса екен, Ақмаралын хабарласып халін білгісі келіп бара жатса да өзін тежеді. Ертең, бүгін ағылшын тілінен не оқыдың деп сылтау тауып хабарласып көрмек. Серік тәтті қиял құшағында қалың ұйқыға батты. Таң бозарып атып, дөңгеленген дүние жүзіне жетер шуағын бұл қалағыда аямай төкті. Серік ұйқысынан тұра сала сабағына жүгірді. Сабақ арасында бірнеше мәрте телефонына көз жүгіртіп, бірнеше мәрте хабарламаны жазып қайта өшірді. Ақмарал, сәлем, жағдайың қалай? Бүгін ағылшын тілінен не оқыдың? Жоқ, болмайды. Ақмарал, сәлем, кешегі мәтінді оқыдың ба? Бұл да болмайды, бір түрлі қисынсыз. Сәлем, Ақмарал, кешегі мәтінді оқыған шығарсың. Саған ұнады ма? Келіспейді. Сөйтіп отырғанда келесі сабақ басталып, хабарлама жазылмай қалды. Ешкім жоқ жерде оңаша жазғысы келді. Сабақтан кейін жатақхананың оқу залына барып, іркіліп ұзақ отырды. Қалай жазсам екен? Тәуекел. Ақмарал, сәлем, жағдайың қалай? Хабарлама тыңқ етіп Ақмаралдың телефонына жіберілді. Қанаты бар құстан да жылдам ұшып жеткен шығар. Серік біртүрлі күйде ішінен қылпылдап отыр. Жауап бере ме, бермей ме? Жа оқыса да риза бұл. Арада 7-8 минут өткенде Серіктің телефоны «Тадам» деп қысқа әндетті. Ой, Ақмаралдан жауап келіпті. Сәлем, Серік, кешеден бері неге хабарласпадың? Күттім ғой. Серік өз көзіне өзі сенбей бір сөйлемді 1000 рет оқыды. Ақмарал деп бадырайып жазылып тұрса да, хабарламаның дәл содан келгеніне сенгісі жоқ. Әсіресе күттім деген бір ауыз сөзі Серіктің көңіліне үміт отын жақты. Серік, бүгін кездесейік, үйіңнің маңайындағы аялдаманың жанында деп жауап қайтарды. Көп ұзамай Ақмаралдан хат ұшып келді. Сағат 7-де депті. Серік пен Ақмарал аялдаманың жанында кездесіп, тасалау жерге барып, оңаша сөйлесті. Серіктің қолы Ақмаралдың ақ білегіне абайсызда тиіп кетіп еді. Қыз қарсыласқан жоқ. Серік Ақмаралдың қолынан алақанын тигізді. Алақаны күйіп барады. Екеуі қол ұстасып біраз тұрды. Көп нәрсе айтылған жоқ. Бұндайда артық сөз де керек емес. Тек көздері түйісіп қалғанда, екеуі де құлақтарына дейін жалындап кетеді. Қыз бен жігіттің бір-бірін сүйіп қалғаны анық белгілі болды. Ақмарал, Серік қызды қыпша белінен құшақтады. Бұл жолы да бойжеткен қарсылық танытпады. Жайлап бетіне бетін тақады. Беті жалындап тұр екен. Ыстық демі сезілді. Ерніне ернін тақады. Құлпынайдай тәтті ернінен қадалып сүйді. Қыздың денесі діріл қағып, жігіттің құшағына құлай берді. Ақ желкенді қос қайық тәтті ләззат мұхитында баяу жүзді. Ерін мен ерін вальс биледі. Осы сәт
ешқашан үзілмесе екен. Серіктің ерніне көз жасының кермек дәмі сезілді. Шошынып, Ақмаралдың көзіне жалт қарап еді. Қыз жылап тұр екен. Ақмарал, жаным, Серік, екеуміз бірге бола алмаймыз, білесің бе? Жаным, олай демеші. Білем, мен сенің теңің емеспін. Жоқ, олай емес, мүлдем олай емес. Не дейсің? Мен сирек кездесетін ауруға шалдыққан, ген арқылы тараған ауру, түсінесің бе? Жақында Америкаға емделуге кетем. Не? Ақмарал, жаным. Серік төбесінен тас түскендей тұрып қалды. Бұндай ой үш ұйықтаса да түсіне енбеген. Осылайша сұлу хор қызына жабысқан қандай кесапат, ол маңызды емес еді. Маңыздысы, Серік Ақмаралды қандай болса да шын сүйе бермек. Бұл сезім мәңгілік. Ақмарал, мен сені сүйемін. Басқасы маңызды ма? Айтшы. Мен сені өзіммен бірге алып кетемін. Мені де жалғыз інімнен өзге жақыным жоқ, тірі жетім едім. Сені кезіктіріп, күрең өміріме мән кіргендей, дүниеге жаңа келгендей сезімде жүрмін. Сені өмір бойы осынша сұлу қалпыңда сақтаймын. Менімен бірге жүрші, алтыным. Ешкім естімейтін жаққа кетейік. Менің жанымда болшы, тастамашы мені. Серік Ақмаралды бетінен, көзінен сүйе берді. Ақмарал жылағанын қойып, Серікке еркелей қарады. Кенет Ақмарал деп таңданған дауыс шықты. Құшақтасқан екеуі дыбыс шыққан жаққа жалт қарап, дереу бір-бірінен алыстады. Әпкем ғой, жақсы, мен кеттім. Ақмарал әпкесіне қарай жүгіре жөнелді. Серік сең соққандай состиып тұрып қалды. Жатақханаға бара салысымен Ақмаралына қоңырау шалып жауап бермеді. Қатарынан 5-6 хабарлама жіберген. Тым-тырыс. Серіктің жүрегі бір жамандықты сезгендей ала бұртты. Жаңа ғана көз алдында болған оқиға тәтті елес секілді, өзінен алыстап бара жатқандай. Қош, деп қол бұлғап, көз ұшынан қара ноқатқа айналып жоғалатындай. Өзін қоярға жер таппай тыпыршып кетті. Күн де сүрілді. Бір хабар күте-күте жігіттің тағаты таусылды. Тағы қоңырау шалып көріп еді. Ақмарал телефонын өшіріп тастапты. Серік Ақмаралын бір көруге зар болды. Күнде сабақтан кейін әлгі үйге аяғын тартады да тұрады. Қоңырауын басады. Ешкім жауап бермейді. Америкаға кетіп қалды мекен. Қалайша, маған бір ауыз ескертпей кетті, деп санасын сансыратқан мың сұраққа жауап таппай дал болды. Бүгін де үкілі үмітін арқалап, зәулім үйдің қоңырауын басты. Тәпішкенің даусы естілді. Біреу келе жатыр. Ақмаралдың нәзік жүрісіне ұқсамайды. Тарс-тұрс еткен дөрекі жүріс. Есікті жұлқып ашты. Егде тартқан еркек көзі жыпылықтап тұрған Серікке қарап, «Әй, бала, кім керек саған?» деді. Ақмарал бар ма? Ақмаралды қайтейін деп едің? Қазіргі жастар не? Ұятсыз, арсыз болып кеткен бе? Ұялмайсың ба үйге іздеп келуге? Үлкенді сыйлаудан қалған бұлар. Жоқ, Ақмарал, кет әрі. Серік тұтығып қалды. Аға, Ақмаралмен бір тілдессем болды. Үні жалынышты шықты. Жоқ, Ақмарал. Ақмаралдың тырнағына да татымайсың. Жетімек, қу кедей. Серіктің құлағы шыңылдап кетті. Қу кедей, деді ме? Жетімек, деді ме? Тас керең болып қалғыр құлағы бұл сөзді де естіді. Намыстанып өртеніп кете жаздады. Қу кедей жетімекті көресіңдер әлі. Көз жасы жанарына үйіліп тұрса да сыртқа шығармады. Көз жасымды көрмейсіңдер сендер. 6-шы сыныпта деймін. Серік мектепте балалармен төбелесіп, 3 бала жабылып ұрып таяқ жеп келген. Сол кезде шешесі де, әкесі де үйде. Бір саусағы сынып кетіпті. Үйге аңырап кірді. Таяқ жегеніне табалдырық кінәлі секілді, аяқ киімін екі жаққа атып жіберді. Баласының бұл түрлігіне шешесі бәйек қағып, «Байғұс балай, тыныш жүрмейсің бе?» деп шырылдап кетті. Саусағын ұстап қалып еді, бұл шар ете кетті. Көзінен ащы жасы атқылады. Сонда әкесі, «Ой, еркек, сен еркексің ғой, жігіт деген жылайды ма?»
деп күліп отырып саусағын салып берген. Неге күлесің әке, ауырып барады, деп сол күйі не үшін әкесінің көңілді болғанын түсіне алмады. Қазір бақса баласының ержеткеніне жігіт болып төбелеске жарағанына қуанып күлген екенін ғой. Әкесінің сол сөзі ойына оралған Серік тістеніп келеді. Әкешім, анашым, мені естіп тұрсыңдар ма? Білем, мені естіп тұрсыңдар, жай ғана көрінбейсіңдер. Мен естіп тұрсаңдар, сендер, мен әлі-ақ көрсетемін оларға. Серік булығып қалды. Олар дегені кім екенін өзі де ұқпайды. Бұл Серіктің маңдайына жазылған тағдыры. Тағдырмен тайталаспақ па? Алдын ала жазылып қойған жазмыш тас түбінен бой бермей өсіп шыққан өсімдік секілді жарып өтіп, өз соқпағын салмақ па? Бұған күш-қуаты жете ме бұның? Әлі келе ме? Бұғанасы бекіп, буыны қатпаған інісін арқасына байлап алып, ен далаға екі қолын төбесіне қойып, безіп кетсе ғой. Шет ел асса да сұрауы жоқ жетмек. Я жетіммін, кедеймін, сонда сүюге құқығым жоқ па? Ермек өзімен өзі тайталасып келеді. Бұл сұрақты кімге қоярын білмейді. Сүмеңдеп келе беретін ит емес қой. Кет дегенде ит те жөнін табады. Серік енді бұл тұсқа қайтып келмеске бекінді. Алғашқы тәтті сезімін ойша жерледі. Ақмаралды ұмытамын. Қанша ұмытайын десе де, сол баяғы аяулы сезімін әлі жүрегінің түбінде көздің қарашығындай қорғаштап сақтап жүр. Былтыр университет бітіріп, Астанаға жұмысқа тұрған. Астананың ең қымбат қонақ үйлерінің бірінде ресепшн болып орналасты. Шет тіліне судай сымбатты жас жігітті ірі компаниялар бірінен соң бірі жұмысқа қоймастан шақырған. Серік жалақысы жоғары қонақ үйді таңдады. Берік Алматыда, әлгі интернатта. Демалыс сайын барып тұрады. Кейде Астанаға алдыртады. Азын аулақ қаражат қорын жинап, бір бөлмелі пәтер сатып алды. Жұмысы өзіне ұнайды. Айналасында жүрген небір тотыдай таранған сұлу бикештер ыңғай берсе, жігітті жұлып әкетуге даяр тұр. Бірақ Серіктің жүрегі бос емес. Мөлдіреп тұрған кіршіксіз сезімін ойлады. Аяулы Ақмаралын іздейді. Тағы да бір қиялға беріліп отырғанда, қонақ үйдің кіреберісіндегі шыны есік ашылып, сондай таныс, сондай жылы жүз көзіне жарқ етті. Қонақ үйге кіріп келе жатқан, қолында шабаданы бар бойжеткен Ақмарал еді. Я, дәл сол Ақмарал еді. Серікті жазбай таныған Ақмарал солқ тұрып қалды. Қасында әкесі бар. Я, кезінде жетім деп бұны ит сияқты қуып жіберген долы еркек. Серік түсініксіз күйде не істерін білмей тұрып қалды. Ер адам, екі бөлек номер беріңіз, деді бұған қарап. Бұның состиып тұрғанын көріп түсінбей, ол да Ақмаралға жалт бұрылды. Екі номер беріңіз бөлек, деді. Сосын тағы да. Серік ер адамның өзін танымағанын көзінен түсінді. Сұрағанын берді. Ақмарал болса сол күйі тіл қата алмай бұрылып әкесінің артынан ілесті. Серік жұмыстан кейін Ақмаралмен бір тілдесуге бекінді. 13-ші қабатқа көтеріліп, Ақмаралдың бөлмесінің алдына келді. Есікті қағайын деп оқталып, оң қолын көтерді. Ар жақтан сытыр еткен дыбыс естілмейді. Айнадай жарқырап жатқан дәлізде тым-тырс. Тық-тық есікті Ақмаралдың өзі ашты. Жуынып шыққан тәрізді. Толқындай бұйра шашы су-су болып нәзік иығына асылып тұр. Үстінде қауырсындай жеңіл желбегей халат. Бетіндегі азғантай бояудың ізін қалдырмай жуып тастапты. Тым табиғи қалпында одан да ажарлы көрінді. Есікті ашқан Ақмарал ләм демей артқа шегінді. Кір дегендегісі. Серік бөлмеге кіріп, есікті сыртынан жапты. Ақмарал, қалың қалай? Өзің көріп тұрғандай. Сен қалайсың? Жаман емес, сені көрем деп ойламадым. Я, дәл бұлай кездесеміз деп кім ойлаған? Ал мен тұрмысқа шықтым. Сен ше? Солай ма? Міне жаңалық. Кімге? Сен ше, Серік? Міне,
Серік сақина салынатын саусағын ымдады. Бойдақпын дегендегісі. Сонымен ол бақытты жан кім? Жарты жыл бұрын ажырастық. Сен екеуміз танысқан жылы есіңде ме? Сол жылы Америкаға барып емделдім. Әкем де, анам да сенімен сөйлесуіме қатты қарсылық танытты. Ескі достарының баласымен таныстырды. Соған тұрмысқа берді. Басында бәрі жақсы басталған. Бәріне кінәлі өзім. Я, сол күйе бала сүйе алмадым. Соңында әке-шешем мен оның әке-шешесі өзара ортақ шешімге келіпті. Я, солай ажырастық. Ұрыс керіс де, кикілжің де болған жоқ. Үнсіз ажырастық. Менің жағдайым осындай. Дәрігерлер өмір бойы ана бақытын сезіне алмайтынымды айтты. Ақмарал шаң басқан жауһардай күрең көрінді. Аққұба өңі қарақошқылданып кеткендей. Серік үндемеді. Тағдырлы сұлудың жанарынан терең мұң байқады. Серік бұл мұңды селткісі келіп, Ақмаралға қарай жақындап, оны қапсыра құшақтады. Ақмарал, білесің бе, өзіңді бір көргеннен құлай сүйдім. Осы жылдар ішінде өзіңнен басқа бір ару ойымды баурап, жүрегімді жаулай алмады. Менімен бірге болшы, сені бақытты етуге уәде берем. Серік салалы саусақтарымен Ақмаралдың бұйра шаштарын аялай бастады. Осы сәтте кілтсіз есік сырт етіп айқара ашылды. Ақмаралдың әкесі екен. Құшақтасып тұрған екеуді көрген қыздың әкесі қалшиып тұрып қалды. Ақмарал жігіттің тас құшағынан сытылып шығып, әкесінің алдынан кескестеді. Әке, сізге бәрін түсіндіремін. Мен бұл баланы шырмытып тұрмын. Аспаннан салбырап түстің бе? Ақмаралдың әкесі Серікке бақшия қарады. Серік бұл суық ызғарлы көзқарасты жазбай таныды. Әке, Ақмарал торға түскен тотығыстай шырылдап кетті. Әке, сіз маған еркін өмір сүруге ешқашан мүмкіндік берген емессіз. Өмір бойы сіздің ережеңізбен жүре алмаймын. Тойдым. Бұдан әрі шыдамаймын. Бұл сөздер Ақмаралдың көкейінде жылдар бойы жиналған. Бұл жолы арнасына сыймай төгілген өзендей ақтарыла шықты. Қызым, не оттап тұрсың? Мен сені адам болсын деп қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Сондағы рахметің осы ма, қызым? Әлі-ақ сен Дастанның баласымен таныстырамын. Өзіңнің теңің емес адаммен қалай өмір сүрмексің? Жоқ, әке, мен оны сүймеймін. Жаным да қаламайды. Қызым, еміңше? Менің емім махаббат. Мені шын махаббат қана құтқарады. Серікпен бірге кетем, әке. Ақмарал ес білгелі алғаш рет әкесіне өктем сөйледі. Бұндайды күтпеген әкесі жүні жығылған тауықтай салбырап қалды. Бір ғана сөмкесін сүйрей шыққан байдың қызы әкесін қонақ үйге жалғыз тастап, жігіттің артынан ілесе берді. Серік Ақмаралды пәтеріне әкелді. Бәрінің осынша тез болып кеткенін көңілі сеніңкіремей-ақ тұр. Ақмарал, әкеңді ренжітіп кеткеніміз дұрыс болмады. Серік, әкем мені өзінің жеке меншік заты деп ойлайды. Анам қанша шыр-пыр болса да, әкемнің дегені біздің үйде бұлжымас заң. Мен шынымен шаршадым. Бір түйір байлықтың керегі жоқ. Осы ауруымды толық жеңіп, өзім сүйген азаматқа тұрмысқа шығып, бақытты болғым келеді. Менің де бақытты болғым келеді. Түсінесің бе? Олар түсінбейді. Ендеше сені бақытты қылатын адам мына менмін. Ақмарал іркіліп қалды. Тек менімен бірге болшы. Осы жолы жалғыз тастамашы, Ақмарал. Серік сүйіктісінің бетін алақанымен ұстады. Мақтадай жұп-жұмсақ. Ақмаралдың денесіне құйып қойғандай жарасып тұрған желбегей халаттың бауын ағытты. Жалаңаш денесіне қолын тигізді. Демі жиілеп, көзі қарауытып, ыстық ерін ақ тамаққа қадалды. Гүлден бал сорған ара тәрізді арына дақ түскен әйелдің әр денесін қалпына келтіргісі келіп аялай сипады. Шалт кетсе сынып кететін секілді. Желбегей халат қыздың қыпша беліне түсіп, жерге дейін оратылып жатыр. Жеп жеңіл, мүнсіз мүсінді жерден оңай көтеріп алды Серік. Ақмаралдың сыңғырлаған нәзік даусын алыстан талып естіледі. Түш,
тек сүйші, сүй жаным, тек әлем бізге қарсы болса да сүйші. Қыз бен жігіт бір денеге айналып, бір ырғаққа елітті. Пәтер іші махаббаттың бал әуеніне толды. Терезеден ай сығалайды. Қою түн күнәһар пенденің күнәлі тірлігін жасырғысы келгендей үнсіз. Бірақ бұл үнсіздік мұңды емес. Бұл арманға толы бақыт түні болатын. Қыз бен жігіт бәріне қолдарын бірақ сілтеп, телефондарын өшіріп, біраз уақыт бірге болды. Пәтер қабырғасына махаббат хикаясы жазылды. Арада қанша күн өткенін де санаған жоқ. Екеуі бірін-бірі өмір бойы танитын сияқты сондай жылы, тәтті бақытты күндерді бастан өткерді. Бұл ғаламда кіршіксіз сезімнен асқан ұлылық жоқ екен-ау. Бір-біріне ынтық қос ғашық махаббат айдынында еркін жүзді. Жандарының сондай ұқсас екенін түсінген сайын таңғалады. Серік Ақмаралдың өткен өмірін мәңгілікке өзі үшін жауып тастаған. Ешқашан қайтып қозғамауға өзіне өзі серт берді. 10 күннен кейін Серік пен Ақмарал үлкендердің алдарынан өтуді ұйғарды. Бұл екеуі үшін де ауыр қадам еді. Ақмарал тұнжырап жүр. Еліктей ерке қыздың қабағына түскен мұң сондай сұрақсыз. Серік, мен әкемді білемін. Ол ешқашан келісім бермейді. Серік, бірден естеші. Ақмарал, неге олай дейсің? Сенің бағыңды байламайтын шығар. Маған сенімді болсаң, басқасы түк те емес. Қалайша түк те емес. Әкем мен анамның разылығын алмай кетсек, жолымыз ашылар ма екен? Алдарынан өту перзенттік парызымыз. Әлі-ақ бірге бәрін де жеңеміз. Серік, дем жетпей, Серік теріс бұрылғанда талықсып бара жатқан Ақмаралды көрді. Көзі жұмылып, денесі жансызданып бара жатыр. Серік не істерін білмей сасқалақтап, өшірулі тұрған телефонын асыға қосты. Жедел жәрдем шақырмақ. Сүйіктісінің әлдебір аурумен ауыратынын естісе де мән беріп тыңдамапты. Қыздың шағын сөмкесінің сырмасын ашып, ішіндегі заттарды түгел жерге шашты. Жанталасып дәрі іздеді, тапты. Түтігі бар түсініксіз дәрі. Жедел жәрдем, тез жетіңіз, адам өліп барады. Серік жан ұшыра айғайлады. Қол аяғы дір-дір етіп, Ақмаралдың телефонын қосты. Тізім арасынан әкесінің номерін іздеді. Алло, аға. Ақмарал талып қалды. Амандасуға да уақыт жоқ. Бұндай кездері әр секундтың құны қымбаттайды. Тез қимылдап сөмкесінің ішіндегі түтігі бар флакондағы дәріні ал да мұрнымен аузына қатар сал. Тез! Арада біраз уақыт өткенде жедел жәрдем де зымырап жетті. Есінен танып жатқан қызды көлікке салып алып ауруханаға құстай ұшты. Жүрегін қолына ұстап, алқынып Ақмаралдың әкесі де жетті. Серікті көрсе де көрмеген болып түйіп өтті. Бауыр еті баласы өлім мен өмір арасында жатқанда басқа нәрсенің бәрі бос далбаса еді. Ақмарал есін жия алмай қиналып ұзақ жатты. Біресе жүрек соғысы жылдамдады, біресе баяулады. Әйтеуір кеудесіндегі жұдырықтай ет дүрсілдеп соғып тұр. Оған да тәуба. Ақмаралынан айырылып қалмаса екен. Бұған Серік дайын емес. Енді бақыттың бал шырынын таптым ба дегенде аяулы арманы қолынан суып барады. Ақмаралсыз бұл дүниенің сәні жоқ. Асылы адам анадан бірге туса да, ұлы іңкәрлік басқа ешбір сезіммен өлшенбейді екен-ау. Ақмарал бірнеше сағаттан соң ғана көзін ашып айналасына барлай қарады. Палатаның алдында қарауылдай қақшиып тұрған екі еркек Ақмаралдың есін жиғанын көріп балаша қуанды. Бұл оқиға Серік пен Ақмаралдың әкесінің арасындағы көзге көрінбейтін жылылық сезімін ұлғайтқандай еді. Серік үстінен ауыр жүк түскендей терең тыныстаған. Өмірлік тәжірибесі мол қырағы, көзі мосқал кісі де Серіктің сезімінің шынайы екеніне көзін анық жеткізді. Келесі күні Ақмаралдың әкесі Серікті қолтығына ұстап, елдің көзіне тасалау жерге сүйреледі. Балам,
Қызымның қазіргі халін көзіңмен көрдің. Бұған қатты жылауға, қайғыруға болмайды. Жүрегі әлсіз. Туғалы дәрімен жүр. Осы қалпында қабылдай алатыныңа сенімдісің бе? Серік басын изеді. Қызымды осы қалпында қабылдап, өткен өмірін кешірем десең, ақ батамды берейін. Бірақ қызым тым құрыса жағдайы бар жерге барсын деп едім. Оған емделу керек. Баламның бағын байламаймын. Мойныңа алуға әзір болсаң, қызымның жолында жаным құрбан. Серік Ақмаралдың қатал әкесінен бұндай сөзді күткен жоқ еді. Көз алдында шашын ақ шала бастаған егде жастағы қажыған қарияға айналып кеткендей. Бір түннің ішінде мүжіліп қалыпты. Серіктің жауабы дайын еді. Уәдем, уәде. Қызыңыз маған аманат, деді сенімді түрде. Кеудесінде шыбын жаны бар жұмыр басты пенденің қым-қуыт тірлігі бітпесе де, жанына сәуле түсіретін. Сол бір жанды іздеумен ғұмыр бойы шарқ ұрады. Сүйем деп өз-өзін алдап, шын махаббат дәмін сезінбей аққан жұлдызбен бірге демі үзілетін пенделер де бар. Ең сорақысы да жартысын таппаған жаныңның жарасын ауырсынуың. Серік пен Ақмарал бұл күнде шынымен бақытты. Алматының шетіндегі әке-шешеден қалған қара шаңыраққа өң бітіп, сол үйдің түтінін түтетіп жатыр. Тағдырдың тәлкегіне әрқайсысы өзінің соқпағымен ұрынған қос ғашыққа еш құдірет кедергі бола алмады. Ауруханадан аурухана табалдырығын тоздырса да, үміт оты ешқашан сөнген емес. Бұл үйден әлі ақ сәбидің сыңғыр күлкісі естілеріне кәміл сенеді. Бастысы бір-бірін аңсап, зарыққан қос жүрек әке-шешенің ақ батасымен қайтадан бірге қол ұстасып, үлкен өмірге қадам басты.